Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ешқашан модадан қалмайтын балалық шақтың балдамы, әрбір қонақ дастарханның сәнін келтіретін өте дәмді муравейниктің рецебімен бөлісетін боламын. Ең алдымен жұмсақ сары майымызға сахарная пудраны салып миксерлеп аламыз. Майымыз бөлме температурасында болса, жұмсарып жұмыс жасауға ыңғайлы болады. Содан кейін үстінен жұмыртқамызды бір-бірден сала отырып, жақсылап миксерлеп аламыз. Електен өткізілген ұнға разрыхлителі салып араластырып аламыз. Содан кейін ұнымызды аз-аздан майдың үстіне сала отырып, қамырымызды илейміз. Ұнның барлығын салып, қолымызбен біріктіріп, қамырымызды илейміз. Жұмсақ үгітілмелі қамыр шығады. Дайын болған қамырымыздың формасын колбаса тәрізді қылып жасап, пищевой пленкаға орап, морозильникке қатыруға жібереміз. Морозильниктен шыққан қамырымызды теркадан өткізуге ыңғайлы болу үшін осылай 4 бөлікке бөліп аламыз. Содан кейін терканың үлкен көзімен өткізіп шығамыз. Қамырларымызды жан-жаққа шашыратып орналастырамыз. Бір-біріне жабысып қалса, арасы қамыр болып дұрыс піспей қалады. 180 градус алдын ала қызған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Кремін дайындауға кірісеміз. Жұмсақ сары май, жұмсақ вареный сгущенка және де медті салып бір келкі масса болғанша миксерлейміз. Мінекей біздің муравейниктің тестасы қызарып, әдемі болып пісіп шықты. Ыстық кезінде дайындап қойған кремімізге салып, тез-тез араластырамыз. Крем мен корж толық араласқаннан кейін кез келген ыдыспен муравейникке форма жасап шығамыз. Кішкентай стаканчикке муравейниктерді тығыздап салып, осылай форма жасап шықтым. Салмасын тығыз салған сайын муравейниктің формасы өте әдемі болып шығады. Сүтті шоколадты ерітіп, муравейниктің бетін әрлеп шығамыз. Тура рецепте берілген грамдармен жасасаңыздар, муравейник өте дәмді әрі мінсіз болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.